ата-анаңа жақсылықты өте үлкен дәрежеде жаса. Вабил уәлидейни ихсана. Ихсан деген сөз бағанағы әл-хусна деген сөздер түбірлері бір сөздер. Өте жақсылап жаса ата-анаға. Өте жақсылап жаса. Білімі сенен кем болса да, жасы сенен үлкен, көп нәрсе қазір қолынан келе бермейтін болса да, сен секілді дипломдары болмаса да, сен секілді телефоннан хабарлары болмаса да, сен секілді таныстары болмаса да, сен бәрібір ол екеуінің алдында кішкентайсың. Кішкентайсың. Сондықтан сен ол екеуіне лайықты деңгейде жақсылық жаса. Өйткені сіздің жақсылықтарыңызды ең алдымен ата-анаң көру керек. Ол олардың ғұмырына ғұмыр, денсаулықтарына саулық қосады. Және олардың дұғасы саған қарай көбейеді. Сен олардың дұғасының астында қаласың да, саған түрлі зияндар келмейтін болады. Екеуінің рөлі сіздің өмірде өте үлкен.